Оңтүстік Қазақстан облысында ауыз су, электр энергиясы көгілдір отынсыз отырған бірде-бір елді мекен жоқтығын алға тартқан басқарма басшысы өткен жылы халық санының артуына байланысты жаңадан 7 елді мекенге ауыз су құбырларын тартқан. Жыл қорытындысына сай Шымкент қаласының 93,1% ауылдық елді мекендердің 72,8% орталықтандырылған сумен қамтылған. Ал өңірдегі электр қуатының сапасының төмендеуі қосымша станциялардың іске қосылуымен жойылмақ. Жолдауында 2009-16 жылдары 51 елді мекендерде сапалы электроэнергиямен қамтамасыз етілуге байланысты құрылыс жұмыстары жүргізілген. Нәтижесінде 380 мың халық сапалы электроэнергиямен қамтылған. Жалпы бұл салаға, бұл айтып отырғанымыз тек қана электр желілері мен трансформаторларды ауыстыруға байланысты жұмыстар. Осы салаға 17 миллиард теңге үкіметтің қалтасынан қаржы жұмсалынған. 2016 жылы 25 елді мекендегі табиғи газ құрылысына 13,7 миллиард теңге бөлініп, толығымен игерілген. Нәтижесінде 300 елді мекенде тұратын 1,755,000 мың тұрғын көгілдір отынмен қамтылған. Ол өңір халқының 63%-ын құрайды. 9 жобаның құрылысы жыл соңына дейін аяқталатын болады. Ал тарифке қатысты су, газ, жылу төлемдерінің бағасы аса көтеріле қоймады деген уәжін алға тартты. Электроэнергия тарифі өскен жоқ. Бұл жерде орташа өткізу бағасы 19 теңге 47 тиын, жеке тұлғаларға 14 теңге 84 тиын, заң тұлғаларға 24 теңге 79 тиын. Үшінші, қуат жылу орталық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның тарифі 1 қаңтардан бастап жаңа тариф енгізілді. Мынау жеке тұрғын үйлер үшін 1 шаршы метрге төленетін жылу тарифі 123 теңгені құрап отыр. Бұл өткен жылғы тарифтан 13 теңгеге қымбаттады. Шымкент қаласы бойынша су ресурстар маркетингі жауапкершілігі серіктестігі жеке тұлғалар үшін 77 теңгені құрайды, бюджеттік мекемелер үшін 267 теңгені құрайды. Мен сауал мынадай, қала аумағында бізде жоғары кернеулі электроэнергиялар бар. Халық арасында бірнеше рет өзіңіздің қатысуыңызбен де Абай ауданына қарасты аумақта тұрғындар шағымданып келген болатын. Сол жерде сіздердің құзыреттеріңізге кірмейтіндерін айтыңызда, жарық таратушы мекеме ол кісілерді де өзінің құзыретіне кірмейтінін айтты. Сонда кім бұл мәселені қолға алу керек? Жоғары кернеулі электроэнергиялары тұрғындардың жақын орналасуынан, тұрғын үйлердің жақын орналасуы тұрғындарға қаншалықты зиянды? Мысалы, біз арнайы неге бардық? Тұтынушылар құқығын қорғау, яғни СЭС дейміз ғой, СЭС-терге бардық. Олар мәліметті жоққа шығар. Алайда тұрғындардың бала шағасының үстіне жара шығып кету, басқа да мәселелер бар. Кім шешу керек? Сіздердің құзыреттеріңіз кірмесе, қосымша бір мекеме құру керек шығар. Ол жердегі жағдайды өте жақсы білемін, өйткені ол районда кезінде өзімде тұрған. Мына энергопоток деп айтып жатырмыз, оңтүстік жарық деп жатырмыз. Жеке мекеменің балансында. Содан кейін бір нәрсені түсінуіміз керек. Ал енді оны жаңағыдай төменге қарап көшіру, немесе кабельмен өткізу елдің сұрап атқан. Оған үлкен қаржыны талап етеді. Өйткені ол жер айдала емес, жан-жағын көрдіңіздер, үй деген бір-біріне тіреліп тұр. Ал енді ол компания оны жердің астына көміп кабельмен өткізу үшін ақшаны алмайды ғой басқа жақтан. Оны алу үшін инвестициялық бағдарлама жасау керек. Ол қайтадан тарифке түсу керек. Тарифтен сізбен біз бәріміз біртіндеп оны төлеуіміз керек. Ал енді ол үлкен мероприятие, қаржыны талап етеді. Жаңағы энергетикалық компаниядан талап етіп отырмыз. Инвестициялық бағдарламаларына кіргізіп, осы желілерді кабельмен өткізетін жағдайын қарастырыңдар деп сол талапты қойып отырмыз. Ал енді ол кезең-кезеңімен шешілетін болады. Қазіргі таңда 2017-2018 жылға дейін инвестициялық бағдарламасы бекітіліп қойған. Оның ішінде бұл мероприятие жоқ, бұл шара жоқ. Оның барлығын біртіндеп кезең-кезеңімен шешетін боламыз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласына келетін болсақ, бүгінде облыс көлемінде 3152 көп қабатты тұрғын үйлер бар. Оның яғни 44%-на күрделі, 32%-на ағымдағы жөндеу қажет етіледі. Ал 710 тұрғын үйдің жағдайы бір қалыпты. Апатты жағдайда деп танылған 14 үй бар. Бүгінде дәл сол апатты 14 үйдің яғни 70-ке жуық жанұяға 196 миллион теңге көлемінде компенсация төленіп, бұзу жұмыстары басталып кеткен. Рабиға Бақытжанқызы, Руслан Насыров, Нар Ньюс.